Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кез келген той жиыныңызды керемет атқарып беретін, өте дәмді, дастарханда қалмайтын, кез келген тағаммен үйлесетін салатты бірге жасайтын боламыз. Бізге піскен ет қажет болады. Мен жылқы етін пайдаландым. Осылай пісіріп, жіңішке осындай формада кесіп аласыздар. Етті қуырып салсаңыздар да болады. Осылай еттің бәрін турап саламыз. Содан соң бізге қызанақ қажет болады. Қызанақты дәл видеодағыдай үлкен етіп турап қоясыздар. Одан кейін бізге балғын қияр қажет болады. Балғын қиярды да дөңгелек етіп тураймыз. Толық құрамын жазып кеттім, бірақ сіздер адам санына байланысты көбейтіп, азайтып жасай бересіздер. Міне қиярды дәл осылай дөңгелетіп, орташа жіңішке де емес, тым қалың емес, орташа етіп, дәл осылай кесіп шығасыздар. Сонда әдемі көрінетін болады. Бізге тұздалған қияр қажет болады. Мен осындай корнишондарды пайдаландым. Осылай кішкене жуандатып турадым. Егер кәдімгі тұздалған қияр болса, тек соны қоссаңыздар да болады. Корнишон ол міндетті емес. Тұздалған қиярды да дәл осылай турап саласыздар. Сонан соң бізге укроп қажет болады. Укропты да ұсақтап турайсыздар. Укроп және сарымсақ, яғни чеснок деп жатады ғой. Чеснокты да ұсақтап тураймыз. Бұлар керемет дәм береді. Екеуін жақсылап ұсақтап турап, оны да саламыз. Бізде ең соңында қажетті ол болгар бұрышы, яғни қызыл, жасыл, сары, кез келген болгар бұрышын дәл видеодағыдай формада осылай кесіп турап дайындап аламыз. Енді бұны дәл осылай қоспаймыз. Табаға кішкене сұйық май құйып, болгар бұрышын 1-2 аунатып қуырып аласыздар. Көп ұстамайсыздар, жай ғана 1-2 рет осы қызып тұрған майда 1-2 араластырып салатқа салатын боламыз. Осы сұйық маймен бірге саласыздар, ыстық күйінде. Сонда дәмі ерекше болып шығады. Міне болгар бұрышында салдық. Одан кейін бізге қажетті чимчи, яғни сәбіз салаты қажет болады. Сәбізді теркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Немесе осындай дайын сәбіз салатын қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, сосын классический кетчуп қосамыз. Ерекшелігі осы да кетчуппен ерекше дәм береді. Кез келген тамақта жегенде тәбетті ашарлық. Ода кетчуптан кейін осындай чимчим заправкасын қосып жібересіздер. Барлығын араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте керемет болады. Егер ащы жақсы көретін болсаңыздар, арасына ащы бұрышты турап салсаңыздар да болады. Міне қараңыздаршы, қандай керемет болып шықты. Кез келген той жиында, кез келген тамақпен керемет үйлесетін салаттардың бірі. Суы шығып, сочный болып шығады. Қараңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамда көптеген пайдалы рецепттер бар. Сол себепті парақшама тіркеліп алуды ұмытпа. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.